Алпамыс мектепке барады 1976 жылы түсірілген қазақ фильмі. Фильм осы күнге дейін өз көрермендерін қызықты сюжетімен, тартымды оқиғасымен жалықтырған емес. Ең қызығы Алпамыс мектепке барады фильмнің сценарийі шынайы өмірден алынған. Белгілі режиссер Қанымбек Қасымбековтың бала күнінде басынан өткен оқиғалар арқау болған. Ол әке-шешесі 60-қа қараған шағында өмірге келген. Кішкентай күнінде ауыл балалары мектепке кететіндіктен күн ұзақ жолдарына қарап зарығып күтеді. Мұңайып жүргенін көрген әкесі оның да мектепке баруына рұқсат береді. Қанымбек Қасымбековтың осы бір оқиғасы туралы Роза Құснеттинова режиссердің ауылында 2 ай жатып сценарийін жазады. Кейін Абдолла Қарсақбаев фильм түсіру жұмыстарына кіріседі. Басты кейіпкер Алпамыстың рөлін Ермек Түлекбаев сомдады. Бала кезде актердің жасы 5-те болатын. Осыған дейін Тұраш Ыбыраевтың Ақ автокөлік атты қысқа метражды фильміне түскен екен. Алпамыс мектепке барады фильмнен кейін Ермек Түлекбаев бірнеше фильмге шақырту алды. Есейе келе шаруашылық институтына, заң академиясына оқуға түсіп фильмдегі карьерасын аяқтайды. Екінші басты кейіпкер Қалиханды Ұлан Сарбасов сомдады. Сотқар баланың рөлін актер табу қиынға соққан. Абдолла Қарсақбаев футбол алаңында доп қуып жүрген өрелі мінезі бар Ұлан Сарбасов та байқап қалып, оны киноға түсуге шақырады. Бір сөзбен айтқанда, Ұлан фильмде өзін-өзі сомдады. Өкінішке орай Ұлан Сарбасов өмірден ерте кетті. Жұлдызы жарқыраған бозбала шағында ол белгісіз себептермен қайтыс болған екен. Сондай-ақ фильмге Қанабек Байсейітов, Дариға Тілендиева, Мәкіл Құланбаев, Жексен Қайрелиев, Бейсен Қыдыкеева сынды белгілі актерлар да түсті. 1977 жылы Ригада өткен бүкілодақтық кинофестивальде бала психологиясын жақсы ашқан үшін атты ең таңдаулы балалар фильміне берілетін бас жүлдені жеңіп алды. Алпамыс мектепке барады режиссер Абдолла Қарсақбаевтың түсірген соңғы фильмдерінің бірі. 50 жасында, яғни кемелденген шағында түсірген осы фильмге бар ынта-жігерін, тәжірибесін арнаған. Алпамыс мектепке барады әлі күнге дейін ең таңдаулы фильмдерінің қатарынан түскен емес.